Мен сыртынан шығармай бұны бояп жатырмын. Бұл суретте бояу өте қиын емес. Бұның түсі қандай? Бұл не, ит пе, ат па, мысық па? Мысық. Оның аты қалай? Сен атын қалай қойғың келеді? Негізі оның аты жоқ. Оны сыртына шығармай дүзілеп, қисық бояуға болмайды қисық. Әйтпесе суретін ешкімге ұнамайды. Сосын барып, бұны бояу кезде өте жай бояу керек. Сосын оны қатты ұшын басуға болмайды. Әйтпесе ұшы сынып кетеді. Сосын қандай түстермен боясаң да сол түстер өзі боянбайды. Сосын егер ұштағышың жоқ болуы да мүмкін. Сол үшін өте ұшын сындырмай, әдеттіліп бояу керек. Молодец. Ал енді айтшына, бұл суреттердің бар ғой? Кімге көрсетесің? Бұл суретті не үшін осылай бояп жатсың? Өйткені маған анам шығарып береді. Егер менің ішім пысса, сол осы суреттерді анамның жұмысына апарып бояймын. Және үйде де бояп жүремін. Және өзімнің краскалармен бояймын, бояғыштармен. Сосын оларды өте кептіріп қойып, сосын олар өздері кебеді. Сау болыңыздар, достар.